ерекше зерттеу жұмысын жасайтын боламыз. Балалар, бүгінгі зерттеу жұмысымыздың тақырыбы әзірше жұмбақ болып қалсын. Мен қазір сендерге бір дыбыс естіртемін. Сол дыбыстың жауабын тапсақ, демек бүгінгі біздің зерттеу жұмысымыздың тақырыбы да сол. Ендеше мұқият тыңдаймыз. Тыңдаймыз, жақсылап. Бұл ненің дыбысы? Суды. Өте дұрыс айтасыңдар. Яғни бүгінгі біздің зерттеу жұмысымыздың тақырыбы суды зерттейтін боламыз, балалар. Ендеше іске сәт. Суды күнделікті тіршілікте не үшін қолданамыз? Жалпы бізге су не үшін керек екен? Сендер қаншалықты білетіндеріңді білейін. Балалар, су бізге не үшін керек? Ішу үшін дейді. Тағы? Кір жуу үшін. Дұрыс айтады, кір жуу үшін. Тағы? Гүлге су құю үшін. Дұрыс айтасың, бау бақшамызды, гүлді суғару үшін. Ең алдымен ішу үшін екен. Оны шай қылып ішеміз, түрлі шығындар жасаймыз, тамақ пісіріп ішеміз, сорпа деген сияқты. Сонымен қатар біз онымен күнделікті кір жуамыз, беті қолымызды жуамыз, өзіміз жуынамыз, шомыламыз, ыдыс аяқты жуамыз, бау бақшамыз суғарамыз. Өсіп тұрған гүлдеріміздің барлығы сусыз тіршілік ете алмайды екен. Сол себепті балалар, су біз үшін өте маңызды екен. Ал енді судың қандай жан-жақты құпиялары бар, соны зерттейтін боламыз. Балалар, ендеше суға зерттеу жұмысын бастайтын боламыз. Қараңдаршы, мен не құйып жатырмын? Су құйып жатырмын. Ал судың дәмі болады ма? Қандай дәмі болады? Ішіп көріңдерші, Нұрила, ішіп көрші, судың дәмі бар ма, жоқ па? Бар ма? Қандай дәм бар? Суда ешқандай дәм жоқ, балалар. Суда ешқандай дәм жоқ. Қазір біз соны байқаймыз, бірақ судың еріткіш қасиеті бар екен. Енді қазір мен бірнеше стакандарға суды құямын, сөйтемді. Сендерге оны ішіне 2 стаканға тұз салып, 2 стаканға қант салып, ертіп көремін. Ал жалпы судың өзінің дәмі жоқ. Ішіп көрші. Бар ма? Қандай дәм? Тәтті. Демек, бұл бізде суға еріген қанттың дәмі шығып тұр екен. Алихан, сен ішіп көрші. Қасып қалса. Қандай дәм бар? Үсті. Қандай? Ащы ма, тәтті ма? Тәтті. Тәтті, енді. Дәмі қандай екен? Тәтті ма, ащы ма? Ащы, енді бұна суды ішіп көр. Қандай? Дәм бар ма, жоқ па? Дәмі жоқ, демек саған тұз араластырылған су берілді. Дәмі қандай? Тәтті. Тәтті. Енді мұна суды ішіп көрші. Дәм бар ма? Дәмі жоқ. Демек, судың дәмі жоқ. Ал біз оған қандай дәмді салып, соны араластырамыз, сол дәмді береді екен. Олар, біз судың дәмі бар ма, жоқ па, соны байқадық. Ал енді қараңдаш, біздің суымыздың түсі бар ма? Түсі жоқ, оны біз қайдан білдік? Мөп-мөлдір екен, біз судың ішіне қасық салсақ көрінеді ма? Көрінеді, қасығымыз анық көрініп тұр. Демек, су түссіз, мөп-мөлдір. Ал енді қараңдаш, мұна сүттің ішіне қасық салсақ көрінеді ма? Қасығымыз көрінбейді. Біз айттық, су түссіз деп. Бірақ судың түсі болмаса да, оның еріткіш қасиеті өте жоғары екен. Қазір сендер мына жерде түрлі түсті бояуларға салынған кисточкаларды алып, суларыңа салып, араластырып, әдемілеп түстерін шығара қойыңдар. Жақсылап араластырыңдар суларыңа салып. Еріп жатыр ма? Түстер шығып жатыр ма? Түрлі түсті. Аңсар, сенде қандай түс? Сары. Сары. Дина, сенде қандай түс? Қызыл. Қызыл. Али, сенде қандай түс? Жасыл. Жасыл. Сенде? Көк. Көк түс екен, Енді балалар, қараңдар, су расымен де біздің бояуымызды еріте алады екен, Қараңдар, еріткіш қасиеті өте жоғары екен. Ал енді қараңдар, біз бұған ыдыс жуатын сабынды, сұйық сабынды қосамыз. Оны да еріте алар ма екен? Қазір соны байқайтын боламыз. Кисточкаларында ысқа сала қойыңдар. Енді бір-бір түтікшені алып, стаканымызды жақсылап үрлейміз. Сонда біздің сұйық сабынымыз ерігенін байқайтын боламыз. Суға тексіңдер де үрлеңдер. Қатты үрле.
Балалар, сендер де көріп отырсыңдар ма? Көрдіңдер ма? Сұйық сабынды да ерітіп жіберді. Жаңа судың түссіз екенін дәлелдедік, оның еріткіш қасиеті бар екенін де дәлелдедік. Ал енді соның түссіз екені, еріткіш екені және өзінің өткізгіштік қасиетінің өте жоғары екенін көрсетеміз. Қараңдаршы балалар. Суымыз мөлдір, міне қараңдар. Мөлдір. Бірақ жарықты өзінің бойынан өткізіп алады, суымыз жап-жарық болып қалды. Көрдіңдер ме? Ал енді қараңдар, түрлі түсті суды да ол жарық қыла алады ма? Қараңдар. Жап-жарық болды ма? Қараңдар. Өткізгіштік қасиеті өте жоғары екен. Егер судың астына да осындай судың астына қолданатын шамдарды жақса, ол өзінің бойынан осындай жарық түсіретін қасиетін, өткізгіштік қасиетін бере алады екен. Қараңдар. Қызыл суымыз жап-жарық болды. Міне қараңдаршы. Судың түсін және дәмін бар жоғын зерттедік. Ал енді балалар, судың иісі бар ма? Иіскеп көріңдер, суда иіс бола ма? Иісі жоқ екен, көрші сенде. Иісі бар ма? Көрші Айзере. Иісі бар ма? Иісі жоқ, балалар. Енді қараңдар, балалар, осы суға спирт, ванилин, әтір, сол сияқты түрлі иіс беретін заттарды қоссақ, бізге соның иісі шығады. Міне қараңдар. Ненің иісі келіп жатыр? Иіс бар ма? Ащы иіс, демек бұл спирттің иісі екен, балалар. Біз әтір сепсек тәтті иіс, ванилин сепсек хош иіс, сондай суға қандай иісті қосып сепсек, сол иісті береді. Ал жалпы судың өзінің иісі жоқ екен, балалар. Бізде келесі тапсырма, суда салмақ бар ма, жоқ па? Соны білетін боламыз. Балалар, қараңдар. Медина, мына екеуісін екі қолына ұстап тұршы. Екеуісін екі қолына ұстап тұр. Мен қазір біреусіне су құям, ал біреусі бос болады. Қайсының салмағы ауыр? Судың салмағы бар екен, демек қараңдар. Бос ыдыс пен су бар ыдыстың екеуісінің айырмашылығы бар. Себебі су бар ыдыс өте ауыр екен. Бұны қорытындылай келе судың салмағы бар екен. Ендеше балалар, біз соған қазір зерттеу жұмысын жасайтын боламыз. Сендерге барлықтарыңа шар беремін. Сендер оны үрлейсіңдер. Үрлейіңдер, ауыздарына салып. Молодец, Медина. Қараш. Хадят та молодец. Ой, жарайсың, Медина. Әні балалар, қараңдар, Медина бізде әдемілеп шар үрді. Өте үлкен, қараңдармын. Ұстай ғой. Және Хадия үрледі. Айзере мен Бибатыр екеуі шар үрлей алмай жатыр. Балалар, шар үрлеудің өзінде денсаулыққа пайдасы өте көп екен. Кән ұстаңдар. Аспанға лақтырып көрінерші, шарларын аспанға лақтырып көрінерші. Қандай? Жеп-жеңіл ма? Жеңіл, аспанға лақтырсақ, ол ұшады. Енді балалар, қараңдар. Шар жеңіл болғандықтан ол аспанға ұшып жатыр. Енді қазір қараңдар, мен шардың ішіне, біз суды зерттеп жатырмыз, шардың ішіне мен қазір су құямын. Міне, су толтырып, су құйды. Енді осы шарды үрлейтін боламын. Ал Медина, ана шарды аспанға лақтыршы. Міне, жеп-жеңіл, Ал енді мына шарды лақтыршы. Мына шарды лақтырып көр. Ауыр, міне, көрдіңдер ме? Демек, судың салмағы бар екен, міне. Судың салмағы өте ауыр. Қараңдаршы. Судың түсі жоқ, дәмі жоқ, бірақ салмағы бар екен. Түсіндік па, балалар? Келесі тапсырма, судың пішіні бар ма, жоқ па? Соны байқайтын боламыз. Қандай пішін? Дөңгелек, түбі дөңгелек болғандықтан бұл біз дөңгелек деп айтайық, жарайды. Қараңдар, сендерге әртүрлі пішінде сулар құйып қойдық ыдыстарыңа, дөңгелек, 5 жұлдыз және 4 бұрышты. Ал біздің ішіндегі суымыздың пішіні қандай болды? Қараш. Пішіні қандай? Дөңгелек па, ыдысың сияқты? Иә. Сен кеше? 5 жұлдыз. 5 жұлдыз болып тұр екен, сенке? 4 бұрыш. Балалар, егер осы суды біз тоңазытқышқа салып қатырып қойсақ, тура осы ыдыстың пішінін береді екен. Демек, біздің суымызда ешқандай пішін жоқ. Ол біздің құйған ыдысымыздың пішініне қарай бағытталады екен. Және осыған байланысты біз бір күн алдын осындай түрлі түсті пішіндерге суды құйып дайындап қойған болатынбыз. Қазір сендер сол пішіндерді алып, формадан шығарыңдар. Алыңдар, бір-біреусін алыңдар, сөйтіп пішіннен шығарыңдар.
абай көрсете ғой қараңдаршы міне Нұрасылдың пішіні ненің пішіні балалар қараңдаршы дельфин балықтың суреті сияқты болып шықты жасминдікке ханалитке бізде шаянның пішіні екен көрсетіңдерші шаянның айдария бізде 5 жұлдызды пішінге салған екен міне мұзы да 5 жұлдызды болып тұр мұзды алақандарға ұстап тұрыңдар Дария мұзыңды алып алақаныңа салып ұстап тұр еріп жатыр алақанымыздың жылуымен біздің мұзымыз қайтадан еріп жатыр міне көрдіңдер ме демек мұз күйінен бұл қайтадан су күйіне ауыс алады екен мұз күйін көрсетіп жатырмыз міне қараңдар тағы да мұз текшелері бар осы мұз текшелерінен қазір біз мұздан жасалған моншақтар жасайтын боламыз балалар мұз да судың бір күйі екен ол өте төменгі температурада осындай мұзға айналады сендер су болғанын мұз болғанын барлық түрін көрдіңдер жібімізді мұзға қойсақ ол жабыспайды енді мен сендерге бір қызықты көрсетейін балалар біз мұздың үстіне жібімізді қойып қойдық өзін тартып көрсек жабыспады енді қазір біз осы мұзға тұз себетін боламыз негізі тұз мұзды ерітіп жібереді қараңыз балалар көріңізші көрдіңдер ме біздің мұзымыз жіпке ілініп қойыпты керемет моншақ тізбектері пайда болыпты кәне ұстап көріңдерші біз бүгін суды жан-жақты зерттеп нәтижесін көріп отырмыз қараңдаршы судың түсі бар ма жоқ судың түсі жоқ судың түсі жоқ бірақ суға қандай түсті салсақ та оның еріткіш қасиеті өте жоғары екен барлығын ерітеді екен ал балалар судың дәмі бар ма жоқ судың дәмі де жоқ ал біз суға тұз салсақ ащы болады қант салсақ тәтті болады деген сияқты біздің салған затымызға қарай су өзінің дәмін береді екен сонымен қатар балалар судың пішіні бар ма формасы бар ма судың жоқ судың пішіні де жоқ біз қандай ыдысқа су құйсақ суымыз тура сол ыдыстың пішінін береді екен біз жаңа сендерге түрлі түсті 3 бұрышқа 4 бұрыш 5 жұлдыздарға құйдық қой дәл сол судың формасын берді демек судың пішіні жоқ екен ал балалар судың салмағы бар ма судың салмағы бар мен сендерге жаңа шар үрлетіп аспанға лақтырдым шарымыз аспанға ұшып кетті ал енді мына ішіне су құйылған шарды лақтырсақ бұл ауыр екені көрсетіп тұр қараңызшы ауыр суымыз жай ғана су күйінде болады екен мұз күйінде болады екен жаңа шәугіммен қайнатып көрсеттім ғой бу күйінде болады екен және де қатты температурада мұзға айналады екен дәл сол сияқты балалар аспанда қар жауады ол да жерге түскенде суға айналады екен балалар енді қазір осы қарды біз қолдан жасайтын боламыз қар жауып жатыр ма Yeah.